Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге ерекше дәмді сырникидің рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл сырникиді мұздатқышта сақтап, таңертең тікелей табада пісіріп алсаңыздар болады. Яғни мұз күйінде. Шайыңыз қайнағанша дайын болады. Алдымен өтініш, каналыма тіркеліңіздер, лайк басып, астына комментарий қалдырыңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Мен бұл видеода ингредиенттердің мөлшерін 1 кг творогқа сәйкес етіп алдым. Себебі осылай көп дайындап қойып, тоңазытқышта сақтаймын. Сонда әр кез жаңадан жасап уақыт жоғалтпаймын. Егер сізде творог аз немесе көп болса, ингредиенттердің мөлшерін сәйкесінше көбейтіп не азайтып отырасыздар. Демек 1 кг кез келген творог, 3 жұмыртқа, 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка разрыхлитель, 5 ас қасық қант қосып жақсылап араластырып аламыз. Сосын оған 4 ас қасық манная крупа, және 4 ас қасық ұн қосып араластырамыз. Видеодағыдай масса тығыздығы болуы керек. Енді үстін сүркілмен жауып, кемі 1 сағатқа қойып қоямыз. Бұл уақытта манка ісінеді. 1 сағаттан кейін алып, видеода көрсетілгендей қолмен сырникидің формасын береміз. Қолымызды алдымен ұнға былғап алыңыз. Жабыспас үшін ыдысыңызға пакет кигізіп қойыңыз. Осылай қасықтап алып, ұнға былғап, қолмен домалақ форма береміз. Бәрін тарелкаға қойып, мұздатқышқа кемі 1 сағатқа салып қатырамыз. Сосын сырникилерімізді пісірсек болады.
Табаны жай отқа қойып, қызуын күтпей май құямыз. Сосын осылай сырникемізді мұздай күйінше табаға салып пісіреміз. Екі жағын 3 минуттан аударып, қақпағын жауып, жай отта пісіреміз. Бұл арада шайыңызды дайындап үлгересіз. Осылай сметана немесе жеміс-жидектермен бірге ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.